Ассалаумағалейкум аға. Бұл Қайрат Нұртас қой. Эй, балақай, атып салайын ба? Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Үлкенімді қапаймасына, понятно, Қалың малым 3 миллион. Қазір Free Fire ойынның өте қатты танымал болып кеткенін сіздер білетін шығарсыздар. Оның танымал болғаны соншалықты оны барлық жерде ойнайды. Тіпті әжетханада да. Оған дәлел мына видео. Алло. Да. Здравствуйте. Ага. Звонит в город Алматы, Национальная служба разыскания, старший инспектор Климова Кужанжик Сибековна. Каз, бір минут, Тұратып сарайшы 1 минут, қазір тұратырмын. Төлетті каз, бұның төлетті жылы. Төлетті. Қашан төледіңіз? Төлетті отырмын, төлетті. Кешіріңіз. Бір жаманы кейде Free Fire ойыншыларының ішінде конфликт болып қалады. Щегол. Там щегол. Вот там. Мал? Тек мен ініме не істемейсің ба не? Менің інім не аккаунтын ұрлаған сен ба? Қақта екенін айтшы. Өмай. Айырып тастайын. Алдымды айырамын. Менің ініме тиіспей чорт. Free Fire ойыншыларымен конфликтке түсіп қалсаң әрине ол жаман, бірақ аюмен конфликтке түсіп қалсаң Catch only the tastiest, most tender salmon, which is exactly what we at John West want. кейбір адамдардың мүлдем жол болмайды. Мысалы, мына жігіт. Немесе мыналардың. Ал ең қиыны мына кісіге болған шығар. Не болса да құлаған өте жаман. Free Fire демекші, тіпті Free Fire'дің ойыншылары Мұрат Абділданың өзімен конфликтке түсіп қалыпты. Сен қызсың, маған сөз қайтарма. Қызбын деп ойымды айтпаймын ба? Сен кімсің? Блогермін. Может, мен қызбын деп ауа жұтпаймын? Тағы не дейсің? Мен қыз болсам сен или умственно отсталыйсың. Сен кімсің вообще? Қан үйтіп айтатын. Сен жинготсың. Мен қалағанымша сөйлеймін, иди на. Барлық Free Fire ойыншыларына айтарым, Мұрат Абділданың ашуына тимегендерің жақсы. Мұрат Абділда тіпті Beeline компаниясынан да қорқпайды. Beeline, саған қорқығаным бар. Пиз яки странаңда қатын айдасын. Жақын жақты өмір сүру. Beeline, яки странаңда қатынмен бала шағайшы үйіңе шеше. Қазақ айтпай қойшы ондай. Рекламаны тықпаш, өтінен көтіме көрейін шешең. Кәра, бишара қайыншы. Қазақстандағы футболдың қатты дамымағаны бәрімізге белгілі шығар. Бұның жалғыз себебі Қазақстандағы клубтар ауылдағы талантты жастарды білмейді. 3-ші минутта Криштиану Роналду айып соққысын бағыттағысы келді, бірақ көшеде кетіп жатқан біреу оны теуіп жіберді. Оған бапкер әрине қатты ашуланды. Дегенмен Барселона 10-ші минутта толып кеткен Мессидің арқасында бір тамаша шабуыл жасады, дегенмен доп қисықтау кетіп қалды. Ойын бір сыдырғы өткен жоқ, дегенмен алаңға велосипед мінген жанкүйерлер де шығып кетті, бірақ оған қарайтын ешкім де болған жоқ, себебі алаң қызу қанды ойын болып жатты. 25-ші минутта толып кеткен Месси тамаша мүмкіндікті тағы да пайдаланамады. Өте қисық кетті. Оны көрген бапкер қарнын ашып ашулана бастады. Месси оған қарамастан шабуыл үдетті, дегенмен осы сәтте Мессидің ойыны мүлдем жібермеді. Дегенмен де Месси 40-ші минутта есеп ашты, ол сол қанаттан келіп бәрін алдап барып бір өзі қақпаға бағыттады, есеп
1-0 Барселона алға шықты. Криштиану Роналдо 50-ші минутта тамаша айып соққысын бағыттағысы келді, бірақ доп көршінің үйіне қарап кетіп қалды. Оны көрген бапкер қарнын толықтай ашты. Көрермен де көп жиналды. Бүгінгі ойынға өткенде ойынның маңызы өте зор еді. Роналдо артына тегі өшіп кеткен Криштиану 82-ші минутта тағы да айып соққысын бағыттады, бірақ бұл жолы өте сәтсіз болды. Месси ойынның 88-ші минутында тамаша бұрыштама добын көтерді, бірақ осы тұста реалдықтар қолмен ойнатты деді. Оған келіспеген бапкерлер бірден төбелесе кетті. Барсаның бапкері Реалдың бапкерін жерге сұлқып құлатты, бірақ ол симуляция жасаса да орнынан қайтадан тұрып кунг-фудың стилінде қарсылық білдіретінін білдірді. Кунг-фу стилі Барсаның да бапкеріне бар болып шықты, екеуі қазақша күреспен алыса кетті. Ақыр соңында ол жерге құлатты да осындай соққылар бере бастады. Барселона бапкері қолап осындай жағдайға душар болып қалды. Ал Реалдың бапкері оған көмекке дер кезіне келіп, басынан осындай көтергісі келді. Нәтижесі жедел жәрдем тез арада осы орнынан табылып, орнынан тұрғызды. Көз шықпай тұрғанда ойынды аяқтайық деп есепті 2-2 болып аяқтады. Келесі кездескенше аман. Осы 6 минутта сіздердің көңілдеріңізді көтере алдым деген ойдамын. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Ени, давайте.